Келе қойдысың әженің алтын сандығын ашайық, біздерге ұлыстың ұлы мерекесі Наурыз келе жатыр, бізге сый дайындап қойған әжесі. Мынау қоржын, қазақтың ұлттық қоржындары керемет. Ақ сандығым ашылды, ішінен маржан шашылды. Мынау білезік екен. Күміс білезік, күміспен әбжеліп алтынмен апталған қазақ бұйымдары екен. Рысқанжан, мына бұрымыңа киттелерді шешеміз әженің керемет жасаған сыйлығы шашбауды тағам. Шашбау керек. Шашбау қыздарға жайлап, салдырлатпай, өмірлетпей, келіншектердің шашбауы осындай болады. Көзбен, тілден, көзден сақтау үшін. Сіздікі, балдардікі, осындай шашбау болады. Бұрымды көргенде мен Рысқанжан өз қызымның бағы бірге өстеп бүйтіп бұрымыңды қасиетті бұрым. Шашты кез келген уақытта кеспейміз, солай ма? Үлкен етіп, ұзын етіп өсіреміз. Екінші жағына да кетеміз. Рысқанжан, құтты болсын енді шашбау. Қатты жүгірмей, жайлап ойнағанда жайлап жүр, сол үшін шашбау сыңғырлап тұру керек, жүріп келе жатқанда. Мына сіздің заманның бұйымы болса, Рысқанжан, гүлдермен көмкерілген. Қазіргі заманның, мысалы, небір түрлі оюлармен, қошқар мүйізі, қандай оюларды білесің? Сынық мүйіз болады, мынандай үшбұрышты. Қозымдан үстінде тағы да не бар? Қожаның ішінде тағы бар ма? Көрейік. Әже, сен бізге көп сыйлық жасаған сияқтысың. Солай ма? Екі сақина тауып. Бұл сақиналар керемет екен. Бұл сақиналарында үлкен мән мағынаға толы, мысалы, 4 құбылаң тең болсын деп, көрсете ғой, 4 құбылаң тең болсын, шаңырағың биік болсын деп, мұны дөңгелек шаңырақты жасыл жансын, бата менен ер көгерер, жаңбыр жауса жер көгерер. Қазақтың бойындағы барлық мына түстерді де үйлестіруге жасалған екен. Рысқанжан. Солай айтылғаны ма? Қошқардың мүйізіне ұқсайды ғой. Екі жағынан бүйтіп көмкерілген қошқардың мүйізіне ұқсасын, біздің дана халқымыз оны қошқар мүйіз дейді. Мен оны суретке салғанда болады. Ауылына барғанда тәтең ұстап тұрды ғой, соны ғана қошқар. Соның мүйізі бек үйіліп тұр ғой, мына өрмек сияқты да? Солай, мына киіз бас киімдер қазақтың бүкіл басына теген, үстіне теген салқынды осы меринос жүнінен жасалған, қойдың жүнінен жасалған. Біздер ол әжеге қарымта қайтарайық. Халықаралық әйелдер күні келе жатыр, әжелер, аналардың күні біздерге көз болсын деп алтыннан міне тағайық. Рысқанжан, әже, сізге де сыйлығымыз бар. Тағайық, Рысқанжан. Көз бол бізге, аман есен, ортамызда шаңырағымыздың әдемі әжесі болып, өзің бізге салт дәстүрді үйретіп, сөйтіп аман болып жүрсің. Бәрі жақсылыға келсін, осы ұйымға, осы балалар бәрі аман болсын, ойын күлкісінен айырмасын, осы қазақ, ұлттық қазақ киімін, ұлттық осылай биыл осындай атап атқанымызға көп баршаңызға да рахмет, үлкен рахмет.